Қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін әдеттегідей оқу сауаттылығынан мәтін талдауды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі мәтіннің тақырыбы ата-баба өнегесі. Алдымен мәтіннің мазмұнымен таныспас бұрын мәтіннің сұрақтарымен танысып алайық. Бірінші сұрақ: халқына деген махаббат білдіріліп, ұлағатты ой айтылатын бөлім. Екінші сұрақ: мәтін мазмұны бойынша қазақ өнегесіне жатпайтын қасиеттер. Үшінші сұрақ: бірінші азат жолдың мазмұнына сәйкес нұсқа. Төртінші сұрақ: автордың ойынша бала толыққанды тұлға болып қалыптасуы үшін қандай тәрбие алуы қажет? Бесінші сұрақ: мәтін мазмұны бойынша ойдың реттілігі. Мәтін мазмұны бойынша ойдың реттілігін анықтаймыз. Бірінші азат жолда не айтылған, екінші азат жолда, үшінші, төртінші, бесінші азат жолда не айтылған, ойдың реттілігін байқаймыз. Енді өздеріңіз мәтіннің мазмұнымен толықтай танысып алыңыздар. Видеоны тоқтатып қойып, мәтінді бірнеше мәрте оқып шығып, мәтіннің мазмұнымен танысып алыңыздар. Міне, сұрақтармен танысып болдық. Одан кейін мәтіннің мазмұнымен таныстыңыздар деп ойлаймын. Енді әдеттегідей мәтіннің сұрақтарына талдауға көшейік. Жаңа нұсқа бойынша өздеріңізге белгілі әрбір сұрақта 4 жауап нұсқасы бар. Осы 4 жауап нұсқасының біреуі дұрыс жауап болып табылады. Бірінші сұрақ: халқына деген махаббат білдіріліп, ұлағатты ой айтылған бөлім. Мәтіннің мазмұнына назар аударсақ, әрбір азат жол белгіленген. Мына жерде міне бірінші азат жол, екінші азат жол, одан кейін үшінші, төртінші, бесінші азат жолдан, яғни 5 бөліктен тұрады екен. Демек, бірінші сұрақта халқына деген махаббат білдіріліп тұратын ұлағатты ой осы 5 бөлімнің қай бөлімде айтылғанына біз қазір тоқталамыз. Мәтіннің мазмұнына біз танысып шықтық. Осында назар аударсақ, 4-ші азат жолда халқына деген махаббат білдірілетін ұлағатты ойлар айтылған. Атап айтсақ, Жүсіпбек Аймауытов: мен халыққа кіндігіммен байланып қалғанмын. Оны үзе алмаймын. Үзу қолынан да келмейді дейді. Сол сияқты Сырымдатұлы да халқына деген махаббатын мына ұлағатты ойы арқылы білдіреді. Мен ағайынды екеумін. Бірі өзім, екіншісі халқым. Демек, 4-ші бөлімде Жүсіпбек Аймауытовтың, Сырымдатұлының халқына деген махаббаты білдірілген пікірлер айтылған екен. Демек, бұл сұрақтың жауабы А нұсқасы. Келесі сұрақ: мәтін мазмұны бойынша қазақ өнегесіне жатпайтын қасиеттер. Қазақ өнегесі туралы, қазақ өнегесіне жататын қасиеттер қай бөлімде айтылған? Мәтіннің мазмұнына үңілеміз. Бірінші азат жолда ата-баба өнегесі деп қазақ қоғамының қалыптасу тарихынан бастап халықтың ұлт болып қалыптасудағы қасиеттері мен өмір сүру тәсілінен туындаған рухани құндылықтарды айтамыз. Ұлттық өнеге ұлт болмысының ерекшелігін, табиғатын, дүниетанымын, дәстүрі мен мәдениетіндегі даналықты көрсетіп отырады. Қазақ өнегесі ұғымының мәніне, енді осы жерде назар аударамыз. Міне, қазақ өнегесі ұғымының мәніне назар аударған адамға алдымен
қазақ ұлтының отбасылық мәдениеті. Алдымен міне қазақ ұлтының отбасылық мәдениеті. Так. Дәстүрі. Қарияларымыздың ұрпақтың тілеуін тілеген мінезі. Қазақ баласының батыр ержүрек болып есеюі. Елдігі. Бір сөзбен айтқанда, елдің ел болудағы жетістіктері кейінгіге үлгі болатын, жөн сілтейтін іс әрекеті көрінеді. Міне мәтіннің мазмұнына сүйенсек, қазақтың өнегесін жасатын қасиеттер сонда отбасылық мәдениет бар. Айтылған мына жерде, міне айтылған. Кейінгіге үлгі болу айтылған, міне кейінгіге үлгі болатын. Ержүрек болып есею, міне ержүрек болып есею, міне айтылған мәтінде қазақтың өнегесін жатады, демек бұл бар. Демек, енді мәтіннің мазмұнына бойынша қазақ өнегесін жатпайсын қасиет, ол қалыптасу тарихы болып табылады. Яғни қалыптасу тарих бұл қазақтың өнегесіне жатпайды. Бұл мәтінде олай деп аталып көрсетпеген. Жалпы біз оқу сауаттылығының мәтінін талдауда біз мәтіннің мазмұнынан ауытқымаймыз. Тек қана сұрақтарға осы мәтіннің мазмұны арқылы ғана жауап береміз. Демек, мәтіннің мазмұны бойынша, міне бірінші азат жолда айтылған, қазақ өнегесіне жататын қасиеттер бұл отбасылық мәдениет жатады, кейінгіге үлгі болу жатады, ержүрек болып есею жатады. Ал жатпасын қасиет бұл жерде қалыптасу тарихы болып табылады екен. Үшінші сұрақ. Бірінші азат жолдың мазмұнына сәйкес нұсқа. Бірінші азат жолға назар аударамыз. Бұл сұраққа жауап беру үшін. Бірінші азат жолда жаңа ғана біз айтып кеттік. Бұнда қазақтың ата-баба өнегесі туралы айтылған, яғни ата-баба өнегесі дегеніміз не, сол туралы айтылып кеткен. Және бұнда ұлттық өнеге, оның ішінде жаңа айтып отқан ержүрек болып өсею, баланың кейінгіге, жалпы ұрпақтың кейінгіге үлгі болуы, жөн сілтейтін іс-әрекеттері, яғни ұлттық өнегеміз туралы айтылған. Демек, бірінші азат жолда біздің міне халық ата-бабамыздың өнегесі ретінде біздің рухани құндылықтарымыз туралы айтылады. Сұрақтың жауабы халқымыздың рухани құндылықтары жайында айтылады. Яғни рухани құндылықтар мынаның ішінде ержүрек болып есею, үлгі болу, мәдениетпен, отбасылық мәдениетпен дәстүрді сақтау деген сияқты өнегелік қасиеттер айтылады. Төртінші сұрақ. Автордың ойынша бала толыққанды тұлға болып қалыптасу үшін қандай тәрбие алу керек? Бұл сұраққа жауап беру үшін де тағы да біз мәтіннің мазмұнына үңілеміз. Бесінші азат жолда айтылған. Балаларды толыққанды тұлғаға айналдыру үшін ұлттық өнеге мен ұлттық құндылықтар негізінде тәрбие берудің маңызы зор. Демек, ұлттық өнеге негізінде тәрбие берудің маңызы зор. Бала толыққанды болып қалыптасуы үшін біз ұлттық өнеге негізінде тәрбие береміз. Төртінші сұраққа біз жауап бердік. Енді келесі сұрақ. Мәтіннің мазмұны бойынша ойдың реттілігі. Бұл жерде біз мәтіннің мазмұнында бірінші азат жолда не айтылған, екінші азат жолда не айтылған, үшінші азат жолда, төртінші, бесінші азат жолда не айтылған, соларға жеке-жеке тоқталамыз. Ол үшін мәтіннің мазмұнына үңілейік. Бірінші, ата-баба өнегесі жайында айтылған. Екінші, көне жәдігерлер тарихы туралы айтылған. Ал үшінші, қазір қайдадан үңілейік, міне. Демек, ең бірінші бізде қазақтың ұлттық өнегесі жайында айтылады екен. Біз мынаны
біріншіні бір деп белгілейміз. Сонда қазақтың ұлттық өнегесі жайында ұлттық өнеге дегеніміз не деген бірінші айтылады. Жаңа қарадық. Екінші абзацта көне жәдігерлер туралы айтылады. Міне тағыдан өлейік. Бірінші азат жолда ата-бабаның өнегесі, яғни ата-баба өнегесі не дегеніміз, өнегесі деп нені айтамыз, сол туралы айтылды. Ал екінші көне тарих, яғни біздің жәдігерлеріміз, біздің қазақ жерінен табылған жәдігерлер туралы осынша екінші азат жолда айтылады екен. Енді келесі сұраққа үңілейік. Демек, одан кейінгі үшінші азат жолда тұлғаның құндылықтарды игеру жайында айтылады. Яғни құндылықтарды қай уақытта біздің тұлғамыз құндылықтарды игереді. Міне, тұлғаның құндылықтарды игеруі жайында айтылады. Міне, құндылықтар шынайы ғана болады, ол адамға тәуелді емес дей тұрғанмен, ол ең алдымен адам санасында орын алады. Құндылықтарды сезім арқылы қабылдап, сана арқылы түсінуге болады. Соның нәтижесінде тұлға құндылықты игереді. Соған қарай әрекет етеді. Демек, міне тұлғаның құндылықтарды игеруі бұл үшінші азат жолда міне айтылады екен. Міне бұл үшінші айтылып тұр. Келесі, енді бізде ұлағатты ойлар туралы төртінші азат жолда не айтылады? Төртінші азат жолда жаңа айтып кеттік, ұлағатты ойларды дәріптеу. Жүсіпбек Аймауытовтың мен халыққа кіндігіме байланып қалғанмын, оны үзе алмаймын, үзу қолымнан келмейді деген ұлағатты ой айтылады. Төртінші азат жолда және Сырым Датұлының мен ағайынды екеумін, бірі өзім, екінші халқым деген ұлағатты ойы айтылған. Демек, төртінші азат жолда ұлағатты ойлар туралы айтылған екен. Біз ұлағатты ойларды дәріптеуді төртінші азат жол деп белгілейміз. Міне, төртінші азат жол деп белгілейміз. Демек, енді өздеріңізге белгілі бесінші азат жолда балалардың толыққанды тұлғаға айналдыру үшін ұлттық өнеге мен ұлттық құндылықтар негізінде тәрбие берудің маңызы зор екендігі туралы айтылған. Демек, бұл бізде бесінші азат жолда айтылып тұр. Ал енді қараймыз, міне 5. Демек, енді қараймыз. Енді мына жерде орналасуына бізде ең бірінші мынау айтылып тұр. Демек, бұл міне 3. Екінші, бізде айтылады көне дәуір жәдігерлері. Демек, мына жерде ойдың реттілігі мына жерде 1 деп тұр. Бірінші беріліп тұр. Одан кейін бізде 3-ші азат жолда тұлғаның құндылықтарын игеру туралы айтылады. Демек, міне 4. Ал 4-ші азат жолда ұлттық ойларды дәріптеу туралы айтылады. Демек, мына жерде ойдың реттілігі 2 деп тұр мына жерде. Ал 5-ші азат жолда толыққан тұлғаға айналдырудың жолы туралы айтылады. Демек, 5. Демек, бізде міне ойдың реттілігі мына жерде мынадай болып тұр екен. 3, 1, 4, 2, 5. Ойдың мәтіннің мазмұны бойынша бізде осылай орналасады екен. Яғни ең бірінші тұлғаның құндылықтарды игеру қазақ өнегесі туралы айтылады. Одан кейін барып көне дәуір жәдігері туралы айтылады. Одан кейін тұлғаның құндылықтарын игеру туралы айтылады. Одан кейін ұлағатты ойларды дәріптеу, ең соңында толыққанды тұлғаға айналдыру жолы туралы айтылады. Демек, В нұсқасы. Міне, қарап отырсақ, біз 5 нұсқаны да, 5 сұрақты да талдау жасадық. Әрбір сұрақтың жауаптары осы мәтіннің мазмұнында тұр. Міне, бірінші сұрақтың жауабы 4-ші азат жолда айтылған. Екінші сұрақтың жауабы 1-ші азат жолда айтылған. Үшінші сұрақтың жауабы 1-ші азат жолда айтылған. 4-ші сұрақтың жауабы 5-ші азат жолда.
Ал мына соңғы сұрақ, ойдың реттілігі туралы сұрақ, ол жалпы біз мазмұн бойынша, мәтіннің мазмұны бойынша біз бәрін талдап, жаңа бүге шүгесіне шейін талдап көрсеттік. Демек, біз барлық сұрақтарға талдау жасадық. Назарларыңызға рахмет. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі мәтін талдауда кездескенше сау саламатта болыңыздар.